Міне енді мынау артында тұрған парламенттің ғимараты, мәжіліс, сенат осы жерде. Және бүгін Ермат Бапи, мәжіліс депутаты, Думанның әкесі Алмас Тілеповті кездесуге шақырған, өзінің бастамасымен осы Думанның мәселесі жөнінде сөйлесу үшін. Пікірлерін, қандай да бір құжаттарды көріп, Думанның ісімен танысып, ары қарай әрекет жасау үшін шақырған. Алмас Тілепов ағамыз келісіп, осында қазір келіп, кіріп, жолықпақшы. Парламент мәжілісінің депутаты Ермат Бапиге қабылдауға кіріп келе жатыр. Белсенділер өзі қабылдауға шақырған Думанның мәселесі бойынша. Парламент мәжілісінде парламент мәжілісінің ғимараты депутаттың қабылдауына келе жатыр. Думанның мәселесі бойынша. Көреміз енді не айтатын. Міне депутат Ермат Бапимен жолығуға Алмас Тілепов ағамыз және Дәметкен апайым екеуі кіретін болды. Кіріп жолығып шығады қабылдауында. Парламент ғимаратының ішіндеміз. Кіруге кездесу кіріп кетті. Парламентке кіріп шықтық. Ермат Бапи мырза қабылдады. Енді жұмыстарына қарамастан онысына рахмет. Ол кісіге сол қолындағы бар құжаттарды көрсеттім. Мирзоқожаевтың сараптамасы туралы, содан кейін тергеушінің қол қойғаны. Енді оның бәрі көрсеттім, олардың бәрімен таныстырдым. Содан кейін адвокаттарының көрсеткен сотта сөйлеген сөздерінің бәрін көрсеттім ол кісіге. Ол кісі олардың бәріне қабылдап алды, көшірмесін жасап. Міне осы жөнінде мен де сол неменеге сұрау салам деді. Онысына рахмет. Бір жағы өзіміздің ауылдың азаматы болғаннан кейін риза болып шығып бара жатырмыз. Енді Куйске қайта барайын деп тұрмын. Сол енді. Міне біз келдік қылмыстық атқару жүйесіне басшылығына жолығу үшін. Таңертең мен келгенде жоқ едің ғой бауырым. Көрдім ғой мен сізді келген. Көрдің. Мен айттым ғой сонда, бастыққа жолығамын мен, төраға жоқ екен деп. Мені қабылдаған жігіт Нұржан ба, атын ұмытып қалдым. Bir полковник қабылдады. Азанда қабылдады. Енді сол кісіге сөйлес, ана кісі қайта келді, төрағаға кірем деп қоймай тұрды. Все, аға, кіріп мына жақта күтіп отырады. Не, болды. Жақсы. Сол отырғанымызға 2 сағаттан асты. Мынау республикалық, яғни Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің азаматтарды қабылдау кестесі дейді. Енді осы комитеттің төрағасы Қайырбек Абай Серікұлы 3-те шығып кеткен. Біз 4-тен кете келдік. Қазір сағат енді неше болды сағат? 6-тан 46 кетті. Енді 2 сағаттан аса уақыт осы жерде отырмыз. Енді Думан Мұхаметқалиевтің әкесі осы жерде жолықпай қайтпаймын деп, қашан келсе де осы жерде жолықпай қайтпайтын болып, яғни Алматыға қайтар билетті алмай отыр. Егер қабылдап іс оңды шешіліп көңіл күйі болғанда, онда бүгін қайтар еді. Сондықтан енді қанша уақыт болса да күтемін деп осы жерде Астана қаласы Малин көшесі 2-ші мекенжайда отыр. Соңғы ақпарат әзірге осындай. Жаңа ғана жоғарыда хабарлап өткеніміздей, мәжіліс депутаты Ермат Бапимен кездесіп келді. Ендігі шаруа осы қылмыстық атқару жүйесінің басшылығымен кездесу. Жоқ, екі кісі Алматыдан келіп тұрмыз. Алматыдан келіп тұрмыз. Ауа жетпей қалмас. Ауа жұтпай, меслі үсті мұрнымда болған менен қорықпай. Айтсаңшы, депутатқа да бірге кіргенімізді айтсаңшы. Соны айтам. Соны Алматыдан келіп мұнараға кірмейміз ба? Азаннан бері күтіп жүрміз. Айтса, Алматыдан келіп тұр апасы деп. Енді сен кіргізіп жібер. Жоқ, мен кіргізіп, қазір сіз кірген екен айтыңыз, осы кісінде кірсін деп. Осы сіз кірген екен бар өзгереді. Ой, олар өзгермейді.
Siz kirgenden keyin aytib qo'ysiz. Hozir mаған sizni qanday kirgiz deb qo'yadi. Men boshqa Biz telefonda, men söyleseyim biz telefonda. men dejurkaga aytdim. Жоқ, дежурканы кім біз telefonda? Hatta bera olmayman. Men hozir mаған aytganda gana isteymen bo'ldi. Ой, bu Xudoy. Жарайды енді өзім кірейін. Жоқ, айтыңыз, ана Айтам. апасы келмей сөйлеспеймін деңіз. Жақсы. Міне, Думанның әкесі кіріп бара жатыр. Ал әлеге мынау күйіздің бастығына кіріп шықтыңыз не дейді, соны бір ауыз халыққа айтып жіберсеңіз. Абай Қайырбеков деген азамат екен, өзіміздің қазақтың баласы. Содан сөйлесіп шықтым, Думанның жағдайын айттым. Оның денсаулығына байланысты, оның неге қамап отыр, дисциплинарный неменеге, СИЗОға. Соны айттым, содан кейін денсаулығына байланысты оның қағаздарының түгелін қайтадан тексеретін болды. Бірақ бұл кісілер айтып отыр, енді Думанды баяғы одиночный камераға жатыр дейді. Ал біздің алған ақпарат бойынша ол неде болады? Карцерде деген. Енді осымен бұл екеуінің ортасында бірталай айырма бар өзі. Енді сол жағынан вопросты сол Қызылордамен шешу керек болды. Өйткені бұлар енді Қызылордада Шаймерден деген жігіт бар. Ол жаңа тікелей шықты, телефонмен сөйлесті. Ол солай деп айтты. Енді о да өзінің бастығына өтірік айта қоймас деген ойдамын. Енді одиночный болса, о да жақсы деп тұр мен карцерге қарағанда енді. Бірақ одиночный мен карцердің екеуінің айырмасы бір-ақ сағат. Негізі. Енді соған мұны сол не болса да общий режимге шығарып, мен осы жаққа айырбастау Думанды. Алматы облысында. Сол вопростарды көтердім енді. Не дейді енді Алматыға ауыстырғанға? Енді Алматыға ауыстыру, оның баяғы сол бұрынғы сөздері ғой. Несі бар әлгі, оның алған 90 күндік дисциплинарный несі бар, жазасы бар. Соның бәрін өтегеннен кейін болмаса, оған дейін анау-мынау деген сөз. Енді сондай ештеңе шешіле қоймады, бірақ әйтеуір кездесіп шықты ол кісі. Енді Алла бұйырса, ертең енді сол денсаулық сақтау бөліміне бар, анда-мында соған нетемді, сонымен Алла бұйырса қайтам. Жақсы. Рахмет. Міне, құрметті көрермендер, Думанның әкесі Алмас ағамыздың дүйсенбі күнінің екінші жартысында, яғни түстен кейін не істегені туралы ақпарат осындай. Яғни ол мәжіліс депутаты Ермат Бапиевмен кездесті, оған құжаттарды көрсетіп, таныстырды, тергеу кезінде, сот кезінде қандай өрескел заң бұзушылық болғанын. Одан кейін қылмыстық атқару жүйесінің басшысымен кездесті. Енді не айтқанын өздеріңіз тыңдап шықтыңыздар. Бұл жерде енді қорыта айтарымыз, Думанды соттау кезінде, оны тергеу кезінде, оған тағылған айыпты таққан кезде көптеген заң бұзушылықтар орын алған. Тек қана бір ғана дүние, филологиялық сараптама жасатқан адам, Мирзаходжаев деген, дәл Думанның ісіне қатысты сараптама жасап берген кезде, оның лицензиясы болмаған, яғни оның құқығы болмаған. Бұны бір жыл бұрын сот кезінде Думанның адвокаттары ашып айтқан болатын. Содан бері осыны айтып келе жатырмыз. Сол жағдайға байланысты Думанның үкімі өзгеруі мүмкін. Өйткені бұлдай заңсыздықтарға жол бергендерде жазалануы тиіс. Сол себепті Думан не үшін қазір наразылық танытып жатыр? Ол осындай заңсыздықтарға қатысты. Сотының жабық өтуіне байланысты. Одан бөлек тұрғылықты жері Алматыдан жыраққа Қызылордаға алып барып тастауына байланысты, сол жерге апарып қамағанына байланысты наразылық танытып жатыр. Сондықтан алдағы уақытта бәрі дұрыс шешіледі деп есептейміз. Өйткені Думанның жақтастары да, әкесі де бір сәтте тыныш отырмайтынын билік түсінуі тиіс. Сөйтіп, заң бұзушылықты жіберген, қателікті жіберген адамдарды жазалап, Думанды бостандыққа шығаратын күн жақын болсын.